Саламатсыздар ма? Біз бүгін өткен сабақта не өтедік? Екінші сабақта болса керек экранға шығару методымен танысқан болатынбыз. Енді біз енгізу методымен танысамыз. Яғни клавиатурадағы терілгенді ендіріп, және сол екінші сабақтағы шығару методы бар ғой, сол арқылы экранға шығарамыз. Яғни ендіріп экранға шығарамыз, қысқаша айтқанда. Бүгінгі сабағымыз сол. Бастайық ондай. Болса, мына бір жерде біздің эклипсіміз тұрады. Мына өткен сабағымыз. Бірақ бізге бұл қызық емес. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз ол экранға шығару деп тағы айтсаң. Мейлі. Ол үшін бірінші экранға шығару үшін бізге сканер деген сондай бір құрал бар. Осы өзінің библиотекасының ішінде, нәбәленің ішінде болуы мүмкін. Енді осы бір нәрсенің ішінде болуы мүмкін. Ол осылардың біреуінің ішінде болуы мүмкін. Тағы айтайын ба? Мақұл. Ол үшін біз оны импорттаймыз. Импорттау үшін импорттау жазамыз. Import java.utilita, яғни util. И сканер деген жігітті шақырамыз. Сканер бергел дейміз. Соны бізге сканерді алып келеді алдымызға. Уже бізде сканер дайын тұр жұмысқа. Енді ол сканер негізі объект қой. Яғни объект болғанда экранға шығару объект болып табылады. Сол үшін сканер шақырамыз, сканер, және ол сканерге ат береміз. Қандай ат береміз? Мысалы, экран дейсілайық, мысалы. Экран деп ат береміз. Және сол экранға біз не береміз? Сондай бір білмеймін не айтсам екен оның орнына. Сканер сонда бір жұмыс беріп қоямыз да. Яғни біз клавиатурада не басамыз, соның барлығын өзіңе жазып отыр деген. Жазайық онда болса, system out естеріңізде болса, бұл system in болады уже. Себебі бұл барлығын өзіне қамтиды. Енді экранға шығарамыз осын. .out мұны ұмытып кеткен оны. .out және print line және экран дегеніміз уже сканер, яғни сканердің аты экран. Осы экранға айтамыз. Экран next line қылайық. Яғни жазамыз бір нәрсені, соны экранға шығарады. Мақұл. Бір нәрсені жазамыз да, оны экранға шығарады. Мысалы, запуск жасап көрейік. Запуск, окей. Және консольда бізде күтіп тұрады. Енді қазір біз не жазамыз? Соны экран өзіне қамтиды, яғни бұрынғы сканер, бұрынғы аты сканер. Яғни шын аты сканер да. Жазайық. Сәлем экран демей қойшы. Сәлем, қалайсың дейік. Мысалы. Енді біз Enter бассақ, уже system out print line жұмысқа кіріседі. Яғни қазір өзіне тұр ғой, осы сәлем қалайсың деген бізде экранда тұр. Және біз қазір Enterді басатын болсақ, ол бізге қайтадан бері қарай шығарып береді system out print line мен. Әдемі. Яғни қарап отырсаңыздар, біз жай ғана алдық, импорттадық, яғни сканерді. Яғни библиотекасының ішінен, яғни Java Utilita деген библиотеканың ішінен алдық та сканерді шақырып. Және бұрынғыдай екі қатар бұрынғы өзіміздің білетін қатарымыз. Біз сканерді алдық та, сканерді оған ат бердік экран деп. Және ол экран ретінде уже қолданамыз. Яғни экран
оған мақсат береміз, не істейтін, new сканер ретінде, яғни новый сканерді жұмысқа жақында кірген дегендей ғой. System.in и уже мына жерден бастап экранға шығарамыз. Экранға шығару и нені шығарамыз экранға? Экранға шығару, экранға енгізілген, яғни сканерге енгізілген, клавиатурадан енгізілген сөзді қайтадан экранға шығару. Яғни сәлем қалайсың деп енгіздік, Enter'ді бастық. Мысалы, әр жерде System in жұмысқа кірді, System in жұмыс істеді да, осыны жазған кезде. Enter'ді басқан кезде System out жұмысқа кірісті, яғни жұмыс істеді. Жалпы бүгінгі сабағымыз осы, яғни шығару оператор. Енді сіздерге тапсырма. Бірнеше осындай эксперименттер істеп, егер мүмкіншілік болса, мен осы сайттың астында менің электронный почтам бар, соған жіберсеңіздер болады, ток файлмен мен тексерем. Егер қаласаңыздар, қаламасаңыздар, қалмақ қойыңыздар, маған келіп кетер. Мақұл, жақсы, онда сау болыңыздар.